Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге бүгін Арсенчик арнасы. Әдеттегідей достар, мен дейтін бүгін әдемі бір үй соғатын боламын достар. Мынандай үй соғамыз достар, қараңыздар. Осы үйді сіздерге қалай соғу керек екенін көрсететін боламын. Ішін бәрін алып көрсетейін достар. Міне, мына жерге кірсеңіздер, кухнясы бар. Мына жақтан байланып түсетін тек бешегі бар. Былайынан кіресіз, мына жақта спальня. Сосын мына жерде кітапхана. Тек достар, осы үйді біз тура осы үйдің көшірмесін қазір соғатын боламыз достар. Ал біз кеттік. Арнайы осы үйді соққанға орын жасап қойдым достар, қараңыздар. Стадионның қасына соғамыз достар. Ал бізге алдымен бізге дейтін мынандай кварцевый блок алу керек. Серый бетон. Мынандай. Әзірге достар, осыларды бірінші пайдаланып алайық. Ал біз мына ағаштан бастайтын боламыз. Міне, осы жерге соғамыз достар, қараңыздар. Жақсылап. Так, мына жерге былайынан біреуін қоямыз. Так, былай қарай 1, 2, 3 жер қазанымызда былай қой. 1, 2 қоямыз. Сосын 1, 2, 3 жер қазанымыздағы тағы біреу қоямыз. Сосын былай қарай оны 6-ға созамыз. 2 болды, 3, 4, 5, 6 олдырамыз. Қайтадан аналарды былайынан істе шығатын боламыз достар. Так, шамамен біздің үйдің фундаменті құйылды достар. Мына жақта, мына жерде бірден былай істеп тастайық достар. Екі шеттен 2 былайына көтереміз, міне. Сосын барып примерно былайына, міне достар, былай 4 терезе істеп қоя саламыз. Осылай бұл жақ бір шет жағы болады достар. Ал біз мынаны дейтін 7 блокқа көтереміз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мынаны да 7 блокқа 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді біз мына жерге былайынан серый бетондар қоямыз. Бұны 9 блок көтереміз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тек достар, осылай мекенге көріп алайыз мен. Мына жерге де былайынан есіктің орнын істеп қоямыз мінекей. Сосын бар біреу қоямыз да. Осылай. Тек достар, мынау 2 кірпіш артық болып кетті. Значит, мынаяқтан да былайынан артық достар. Достар, 6 көтереміз, былайынан 8 көтереміз. Түсіндіңіздер ғой? Арасын бірден былай істеп кете берейік. 2 болды, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Осылайынан мына жақтарды былайынан көтереміз. Үш қатарға сосын былайынан шешеміз міне. Дәл осылай. Бірден былай терезелерін қойып тастайық. Енді мына жерге былайынан қоямыз. Так, достар, болды. Мен қазір ұйықтап алдым. Қайтадан таң атып кетті. Айтпесе дейтін достар, түн болып кетсе бет көрінбей кетеді. Сондықтан уақытылы ұйықтап тұру керек. Сосын достар, мына жерге де айнек қоя саламыз. Енді
енді мынаның былайынан екі шетінен былай 2, 3, 4, 5, 6, 7 неге көтереміз. 2, 3, 4, 5, 6, 7 мына жерді қоса саламыз достар. Ал енді біз мына жерге былайынан қоямыз. 2 көтереміз. Bir жол тастап, 1, 2, 3, 4, 5, 5 болды ма? 1, 2, 3, 4, 5, 6 болыпты. 7. Сосын 2 жол тастап, мына шетке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұл екеуінде біріктіре саламыз достар. Сосын барып, мына жақта 3 қолдырамыз да. 4 қолдырамыз достар. Сосын бұлай біріктіреміз. Сосын барып, мына жақтан бұлайнан мыналарды осылайынан істеп шығамыз. Ортасына да істейміз. Ой. Мына шетке де дәл солайынан істеп шығамыз достар. Енді достар, мына жақтан бұлайынан істейтін боламыз. Бүйтіп бұлайынан полностью осынандай серый бетонды қосып, бұлайынан айналдырып шығарамыз достар. Так, сосын келеттен наған бұлайынан жалға қоямыз. Дәл осылай сыртынан тағы да бір қатар айналдырамыз. Достар, бұл өте керемет үй, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер қандай болатын. Енді бітеміз. Мынаны аламыз да плитамен тағы да істеп шығамыз. Böyle sottun katı batırız. Так, болды. Ал мына жерді достар, ашын былай жаба салған дұрыс. Өстіп жаба салыңыздар. Сөйте салат аға, мына ортаның крышасын жаппай тұрып, бірінші байлан айналдырып шығу керек байлан. Так. Сосын мына жердің барлығын бүйтіп айна қылдырып шығамыз достар. Дәл осылай мына бетінде солайынан айна қылдырып шығатын боламыз. Так, болды. Мына жерді дәл солайынан айна қылдырып шығарамыз достар. Мына жерді де дәл солайынан айна қылдырамыз. Так, бұлай біздің үйіміз әдемі келеді достар. Так, енді мына жерде жоқ қояйық достар. Бұл жерді қазір білдіртпей былайынан айналдырамыз. Ортасында орын тастап кетіңіздер. Так, енді бізге достар дейтін осы кезде мынау керек болады. Ой. Так, мына ақтардың үстін бойы сұрмен жаба саламыз да, сосын барып сыртына былайынан істеп шығамыз достар. Әдемі болып тұрсын, осылай болады. Так, аламыз да мына жеріне шатырын былайынан айналдырып шығамыз.
мына жер дұрыс болмай қалды. Так, ортасына былай кварцевый ступеньки қоя саламыз. О, біздің үй былай әдемі болып келатыр, ә? Так. Барлық жер бітті. Енді мына жерге дейтін достар, 1-2 жер қазамыз да былай, мына жаққа былай. Мұны 3 қатыр көтеріп қоямыз. Сосын былай қарай 1-2-3 кірпіш қазамыз дағы. Сосын 1-2-3 кірпіш қоямыз, мына жаққа да қоямыз. Енді сосын достар, мына жерден былайнан болады да. Былайнан істейміз. Сосын барып былайнан істейміз дағы. Мына жерде былай жаба саламыз достар. Бірақ бұл жерде былайнан бір қатарға көтеріп шығамыз. Мына жақтарға былайнан әйнек қоя саламыз. Бет қойса қалай болады? 3-5 болып тұрады. Бірақ қойшы, былай әдемі. Енді бізге мынау керек достар. Мына жаққа олай асты-үстімен қоямыз достар. Мына жерге олай үстінен қоя беріңіздер. Ой. Так. Так, достар, осылайнан болады. Үстіне тағы да бір қатардан қосыңыздар. Осылай. Так, мына жерде енді бұланы істей салса болатын шығар. Бірақ келіспей қалады. Осылай әдемі. Енді достар, бұл біздің неміз, бұл тек бешегіміз. Мына жерді бұланын осылай жартылай немен істеп шығамыз. Әйтпесе астың этаж өте аласа қалып достар. Сосын бізге естіп. Ой, төбесін бұлай қосасаңыздар. Мына жерден бұлайнан есік істейміз. Сосын мына жерден тура солай есік істейміз. Бұл жер бізде достар асхана болады. Ас үй. Мына жаққа тек бешек соқ қояқ. Бұл жақтың полын достар мынандай қызыл емес деп шайық. Қараңыздар, мына әдемі болды. Так, енді достар мынандай аламыз да, бүйтіп. Екінші қабатқа 2, үшінші қабатқа 1 істеп қоямыз достар. Так, бұлай болды. Енді мына жақтың полын полностью қызын істеп шығамыз. Так, осылайнан. Мына жерде де былайнан істейміз да. Так, бізге тағы да есік керек. Мына жерде әйнек қылдырып қоямыз.
Енді жасыл төсек алайық достар. Сосын өзіміздің үйімізде ұйықтап аламыз. Так. Мына жер дейтін достар, қараңыздар. Бұл жер дейтін достар мынандай болады. Яғни кітапхана болады. Черный кресло аламыз. Так, енді сосын бізге мынандай керек. Мынаны былай қарай неға қоямыз. Черный кресло мына жерде тұрады. Кішкене кеңдеу болсын деп жатырмын. Ал мына жерге олай осылай жарық орнатып қоямыз міне достар. Мына жерде отырып жатып тұрып оқуға да болады. Сандықты мына жерге қоямыз. Мына жерге жоқ, керек емес бұндай. Себебі спальный анаға айтқандай жарық болмауы тиіс. Бұл жерге олай әдемі күлек қоя саламыз. Енді қараңыздар. Уақытшаналарды кетіре тұрайық. Сосын былайынан осы жер жарық болу үшін достар былай істейміз. Міне. Өте керемет достар. Лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Ой, қателесіп кеттім. Мінекей, біздің яғни бірінші этажымыз аяқталған сияқты достар. Енді екінші этажға келетін болсақ, бұл жақта дейтін мынандай холодильник болады. Сосын барып неде дейтін достар газ бар. Сіздерде газ жоқ болса, мынандай пеш қоя салыңыздар. Сосын бізге дейтін железный есік. Андай железный керек. Мына жерге қоямыз. Тағы біреуін қоямыз. Раковина болады бізде. Ал железный есікті былайынан қоямыз. Былайынан қойып шығамыз. Міне өте керемет достар. Так, енді черный диван демес осындай. Бұл жерден мынандай немен жарықтандырамыз. Сосын бұл достар біздің үйіміздің іші бітті. Так, сыртқа мә достар мына жерге бітеміз. Осындайлар керек достар. Осылайынан гүлдеп қоямыз. Сосын достар мына жерге егеміз. Ал достар біздің маған кәпір жон дейді еке батыр. Ой. Былайынан қойын, Так.
Неге бұлай істедік десеңіздер, достар, қазір көресіздер. Достар, осындай болады. Бұл мен әлі шектелмейді, достар. Так. Маған примерно мынасы ұнап тұр. И сосын ондай қоямыз. Мал керек, достар. Достар, мен қазір мына бір керемет бассейн салайын деп жатырмын. Жоқ, бұлай болсын. Мына жерге примерно жаздың күні бет далада кешке жақын отырып шай ішіп отыратын орын болады ол жер. Так, достар, қараңыздар. Миллионердің үйін салдық, достар. Вау, бассейні бар екен. Мына жақтарына гүлие қойыпты. Үйін ішін көргішкен мәссаған. Бірден екінші этажға шығып кетсең, кухня бар екен. Ё-моё, мұяқтың бойынан түсетін текпешектер мына жерін әдемілеп тұрсам деп құп, достар. Спальный да бар екен. Тіпті мына жақта балалардың сабақ оқитын орны, кітапханасы бар екен, достар. Мәссаған. Достар. Сонымен біздің бүгінгі видеомыз ұнаса, достар, лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Және де арнаға тіркеліп, менің келесі салатын үйлерімді күтіңіздер. Сау болыңыздар.